Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен мамықтай үлпілдеп жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт пен жылы суды құямыз. Шай қасықты толтырып, 2 қасық тұз саламыз. Артынша қант пен ашытқыны қосып, жақсылап араластырамыз. Ашытқы толық ерігенше араластыру қажет. Енді күнбағыс майы мен майонезді қосып, массамыз бір текті болғанша жақсылап араластырамыз. Сұйықтық дайын. Енді ұнды үстіне електен өткізе отырып, біртіндеп қоса бастаймыз. Бізге қажет ұнның тең жартысын осылай венчиктің көмегімен араластыра отырып біріктіремін. Қамыр қоюланғаннан кейін қалған ұнды салып, ары қарай қолмен илеймін. Меніңше осы әдіс өте ыңғайлы, себебі ұн бір текті болып тез бірігеді. Қамырды біріктіру жеңіл болу үшін ары қарай үстел үстінде илеймін. Ыдысқа азырақ өсімдік майын құйып, үстіне қамырды салып, тағы да илейміз. Қамыр дайын болды, енді бетін жауып, жылы жерде 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут уақыт өтті, қамыр осындай болып көтерілді. Қолмен жақсылап басып шығамыз, бетін жауып, енді 20 минутқа қалдырамыз. Минут уақыт өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Нанды жаю жеңіл болу үшін үстелге азырақ май жақтым. Және қамырды 1/2 бөлікке бөліп алдым. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 см. Енді дөңгелек форманың көмегімен кесіп шығамыз. Егер сізде мұндай кескіш болмаса, стаканда жарайды. Кесілген бауырсақтарды кеуіп қалмау үшін бетін жауып, 20-25 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Бауырсақтар шамамен тағы жарты сантиметрге көтерілді. Енді орташа отта қызып тұрған майға салып пісіреміз. Міне осы кезде оттың дұрыс болуы өте маңызды. Егер май қатты қызып кетсе, бауырсақтың сырты күйіп, іші піспей қалады. Керісінше отыңыз баяу болса, бауырсақтар оңайлықпен қызармайды және қатты болып қалады. Сол үшін орташа отта 2 жағын аудара отырып асықпай пісіріп аламыз. Негізі бауырсақты табада пісірген қолайсыздау. Бауырсақ майға толық батпағандықтан біркелкі сарғаймайды. Мүмкіндігінше кішілеу биік ыдыста пісірген дұрыс, сонда бауырсақтар біркелкі піседі және май үнемді болады. Видео ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Келесі рецепттерді жіберіп алмау үшін арнама жазылып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.